Автосалоннан жаңа көліктердің 10 миллион теңгеге дейін қайсысын алуға болады екенін қарастырып кетеміз. Сәлеметсіз, автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз автосалоннан жаңа көліктердің 10 миллион теңгеге дейін қайсысын алуға болады екенін қарастырып кетеміз. 5-ші орында кореялық 5 есікті Hyundai i30 көлігі. Бұл көліктің бағалары механикалық қораппен 8 миллион 890 мыңнан басталады. Ал автомат қорабымен 10 миллионнан соның өзінде де төмен болады. Тек 9 миллион 990 мыңға. Төртінші орында Hyundai i30 Wagon көлігі. Бұл көлік автомат қорабымен 9 миллион 390 мыңға сатылымда.
Үшінші орында Chevrolet Spark көлігі. Бағалары 5 миллион 390 мыңнан 5 миллион 690 мыңға дейін барады. Бұл бағаларға сіз көлікті автомат қорабымен аласыз. Бұл кішкентай жүйрік Chevrolet Spark көлігі жас адамдарға өте ықтимал. Екінші орында Chevrolet Nexia көлігі. Механикалық қораппен бұл көлікті 5 миллион 190 мыңға дейін алуға болады. Ал автомат қорабымен 6 миллион 190 мыңға дейін барады. Chevrolet Nexia'ның екі ұдайы қасиеті бар: қарапайымдылық және төзімділік. Себебі бұл сәтті көлік алғаш рет 2002 жылы Америкадағы General Motors компаниясымен дамып шығарылған. Сол кездегі сәтті инженерлік шешімдер, яғни шойын қозғалтқыш, қарапайым гидроавтомат бүгінгі күнге дейін бұл көлікке өз сәттілігін беріп жатыр. 20 жыл биыл осы көлікке толады. Ал көлік әлі де конвейердің үстінде тұр. Тізімнің басында Chevrolet Cobalt көлігі. Бұл көліктің бағалары механикалық қораппен 5 миллион 890 мыңнан басталады. Ал автомат қорабымен 6 миллион 690 мыңнан басталып, толық деңгейінде 6 миллион 990 мыңға дейін барады. Chevrolet Cobalt көлігі Chevrolet Nexia көлігінің негізінде жасалынған. Сонымен бірге салоны және көліктің кузовы қазіргі таңға сай сән жасалынған және үлкейтілген.
Ал техникалық жағынан сәтті Chevrolet Nexia'ның агрегаттарына ие болған. Яғни шойын қозғалтқышы сонымен бірге қарапайым 6 берілісті гидроавтомат қорабына ие болып тұр бұл көлік. Бұл бейне сіздерге пайдалы болса, ұнаса, бейнеге лайк қойыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, жаратқан ие сіздерге риза болсын және әр күндеріңіз керемет өтсін.